Түлкі мен құмыра. Бір әйел далаға егін ора келіп, құмыраны сүті мен шөптің арасына тығып қояды. Мұны түлкі көреді де, жасырынып келіп, құмыраның ішіне басын тығып, сүтті ішіп қояды. Енді түлкі құмырадан басын шығара алмай әлек болады. Түлкі: «Әй, құмыра, біраз ойнадың, жетер, жібер менің басымды», дейді. Қалай жұлқынса да басын шығара алмайды. Түлкі ашуланып: «Қап бәлем, тұра тұр, жақсылықпен қаламасаң, сені суға батырамын», деп жүгіріп келіп, өзін өзенге лақтырып, құмырамен бірге өзі де суға батып кетіпті. Ертегіден алатын сабағымыз: балалар, ешқашан біреудің затын тиіспеуіміз керек. Қолдансақ та иесінің рұқсатын алып, қолдануымыз керек. Ұрлық жасау жақсылыққа апармайды. Көріп тұрғандарыңдай, ұрлық түбі қорлық.